Мен музыкантпын, я твою мать. Мен музыкантпын, шешеңам. Мен білем. Нотаны, әнді, стилді, ритмді. Білмейсің? Рэпер, әнші рэпер. Sonra осы Қаракесектің осы әніне ұқсайды. На-на-на-на, та-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 та дейді. Кім? Құдай үшін айтыңдаршы, 500 теңгерім. Қаракесек сен. Ренжіме де, мен інімісің ғой, бірақ сен ұрлағасың, райымнан ұрлағасың. Қараңғы бөлме, сағында та-та-та-та дейді. Райымның әні ғой, ну. Мен шеше музыкантпын да, шешегім. Білемі да, ренжімеші маған. На-на-на-на-на-на-на-на, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бергіра! Маған бергіра! Қаракесек! Ең соңғы әден! Орламаса шешесі, өліп, еркекті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейді. Өліп баратсаң да ешкімнің әніне ұқсатпа. Не? Білдің сен. Райымның қазақ халқында абыройы биік болып бара жатқанын білдің да нақыл. Қаракесек. Одан кейін сен ұқсата салдың да, әніңді ұқсата салдың да. Ренжіме маған, мына әніңді ұнамады маған. Не үшін? Ұнады әнің, бірақ райымға ұқсатқаның үшін ұнамады. Мен білем, мен рэперлердің бәрін бақылап отырам. Вайнерлердің бәрін бақылап отырам. Вайнер болсын, рэпер, заманауи нәрсенің бәрін біліп отырам, қарап отырам. Өзім қазақи әншімін да, эстрада әншісімін. Актермын, юморға жақынмын. Бірақ мен қазақи эстрада әншісімін да, бірақ біліп отырам. Қайсы ренжікке шығып барады, байқап отырам. Ренжіме, Қаракесек, райымның әнін ұрлағаның үшін сенің әнің өтпеді маған. Лишний өзіме өтпеді. Білмеймін, басқа өткен шығар. Маған өтпеді мынау. Қазір райымның әнін қойып білейін ба? Міне. Әннің аты қандай еді райымның? На-на-на-на-на-на-на-на. Қандай айтыңызшы? Мен әннің... болды міне мынау. Ла-ла-ла деген. Болды. Міне. Мынау ма? Ұқсай ма? Құдай ақыдеш. Көрерменде ұқсай ма? Райым мен Қаракесектің соңғы шыққан 2021 жылы шыққан әні ұқсай ма, ұқсамай ма? Та-та-та-та, сағында мені келеменен, та-та-та-та-та-та-та. Әуен бір да, музыка бір, нота бір да. Нотасы бір ғой, ең басты сөзін қойш, сөзін қоймаш ол. Та-т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 а. Яғни бұл мен не айтқым келді? Яғни райымның әннен Қаракесек ұрлады да, ұрлай салды да, әуенін сәл өзгертті да, әуенін сәл нотасын өзгертті да, өз нотада 8 нота болады да, өз 7 нота ма, сәл бұрмалады да, сол шығара салды, қайырмасы ашық кеп тұр да, уже анық кеп тұр да. Мен сендерге не үшін үйтіп плагиат ұрламаңдар, көтім ашиды да. Өлтірем, зайбал, қотақ бастар, ұрламай біреудің. Райым шығарды да, Құдай аға да, мен райыммен екі туып бірғаған емес та, мен бөлем де емес, нағашым да емес, туысқаным емес, руласым да емес та райым да. Просто Қаракесектің ұрлағанына көтім ашып тұр да, біреудің шығарған өнеріне ұрламай ешқашан, твою мать, блядь. Менің де әнімнің бірі ұрласа сотқа берем. Біреу әуеніме сәл құсап кетсе, мен түбіне жетем, соны түрмеде шертем, моральдық шығын келтірем. Болмайды ғой шешесі, біреудің әуені бәсе байқап қалдым да, шешегім. Что мұны әуен бір жерін естіген сияқты. Та-т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 а. Мынау райымның әні ғой, шешегім сізген. Ұрлады ғой Қаракесек, білер, мойнаса яп тваймайтын баласы. Дай бал, тыңдашы!